Ассаламағалейкум. Екі бұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Бүгін Заңғар бауырымыздың қоражайына келіп тұрмыз. Кішігірім шаруашылығын түсірейік деп. Ал міне. Ассаламағалейкум көрермендер. Берса кішкентай ғана шаруашылығымызды Тұрдыбай бауырымыз халыққа көрсетіп, сәл болса да елдің көзіне көрінетін, сәл кішкентай ғана болса да мотивация болсын деп деген мақсатпен. Ал енді бұған қандай режим сонда? Қай кезде шөп бересің, қай кезде жем бересің, қанша ай болды кіргенінде? Сол туралы айтып жіберсең. Кіргендеріне 3 ай болды. Таңертең суын береміз, жемін беріп, артынан шөбін сала саламыз. Ол кеш батқанша соны жеп жатады. Таңертең кешкісін тоже бірінші су береміз. Шөлін қандырғасын, жемін жейді. Одан шөбін саламыз. Таң атқанша соны жеп жатады. Бұл анша бір оқыл-тоқыл жоқ. Бере берсең жей береді ғой. Орнан тұрғыз жерсең жем дейтін алады. Мыналар енді шығатындар ғой, толып тұрған. Шығатындар. Мыналар бір айдан кейін шығатындар. Мыналар енді шығатындар, Қарекен міне. Бір айдан кейін 3 ай болады андағы. Мынау 3 ай толғанда. 2 ай болды. Мынау 2 ай міне. Сандары мынау 2 айда. Олар 3 ай болды. Мыналарға 3 ай, Ортасында қызыл қасқадан басқасына. Қызыл қасқасы кейін кірген ғой. Олар 2 ай болды мыналар. Жақсы нәтиже 2 айда. Үйлерін тастап, артына. Келе жатыр екен енді. Ал ауылда мал шаруашылығымен, бұқа-бордақымен айналысыңыздар. Әрі қазақ бай болсын. Кәсіптеніңіздер, ерінбеңіздер. Бұқаға беретін су дайындап тұр екен. Бағасын ғой суда? Бочкаға толтырып, шетіне шелектеп береміз. Шелектен бересің. Шөбін жеп жатыр. Астында жемі бар. Шөбімен жемді араластырып, жей береді сол көзде. Астың қорытылуына жақсы болады. Жақсы сіңдіріледі. Жемін қосу жейді. Жем денесіне сіңе береді. Төгіп сайсыңдар жемнен тоқтақпалау деген әңгіме бола ма? Басында кішкене аздан бастап көбейте бересің, содан кейін бір нормаға өздері келеді. Тұрақты бір нормасын жеп таусатын бір нормасы болады, соны бере бересің, бұл арғы қайды. Біз бір қалыпты режим ұстап отсаң, содан кейін семіреді ғой. Уақытында, дәл уақытында, таңертең кешкісін дәл уақытында жем шөбін беріп тұрса, болды. Уақыт қой бұлар. Қораның төбесі пеноплекспен қапталған, іші сыланған міне. Заманауи қора. Жылы. Қыста жылы болу керек қой негізі. Жазда салқын. Сүйірмалы жылы жерді жақсы көреді. Бір бұқа қанша мөлшерінде жем жеп тұр бір күнде? Бір күнде так 10 келедей болады ғой. 10 келедей, 8-10 келе, Жақсы жейтіндер 10 келеге дейін жейді бір күнде. 10 келе жемесе мынандай нәтиже болмайды ғой, бұларды енді мыналар жеп тұр ғой 3 айда. Жақсы жейтіндер 10 келеге дейін жейді. Онша жемейтіндер 8 келе айналасы ғой сол. Тиеледі, яғни түстен кейін. Түстен кейін кешке тиелі. Нәтижесін кейін тағы бөлісіп жатамыз. Бізді көріп отырыңыздар. Каналға жазылып кетіңіздер.
лайк басып пікір қалдырып, Заңғар бауырымыздың еңбегін бағалап кетіңіздер. Бұрын не жұмыс істегенде енді военный болып та істедік, әртүрлі шаруалар істедік, біреудің қолында да істедік. Айналып келіп, өз-өзімізге жұмыс жасайық деп, кішігірім шаруашылықты бастап, енді Құдайға шүкір, 6 жылдың айналасы болып, 7 жылға кетіп бара жатыр. Өз-өзімізге жұмыс жасап, өз-өзіміздің жағдайымызды шамамыз келгенше көтеріп жатырмыз. Өкіметке бүйтіп алақан жайып, анау мынау деп ешкімнен ештеңке сұрап жатқан жоқпыз. Құдайға шүкір, әйтеуір өз еңбегімізбен Аллам бұйырған берекесін беріп жатыр. Дұрыс. Сіңе береке берсін. Әмин. Дами бер. Бірінші кірген кезде не беру керек, сол туралы айтып жіберсең. Бірінші кірген кезде енді ішек құртын, өкпен құртын түсіретін дәрілер болады таблеткамен. Соны андай сумен араластырып ішкізіп жібереміз. Одан кейін қотырдың, биттің уколдары болады. Ибермек, ибен деген. Соларды саламыз, болды, басқа ештеңке бермейміз. Сосын болып тұрады, 3 айда шығып кетеді. Андай витамин, протеин препараттары ондай ештеңке бермейміз. Енді бұны шетелге танымайтын айдалаға өткізбейміз ғой. Енді әр қазақ таза ет жесін деп табиғи таза немен жеммен бордақлаймыз жалпы. Таза жем шөппен бордақланып тұрғанда. Таза жем шөппен. Ертең оның да ақыретте мысалға күнәсін көтеру оңай емес қой. Андай не жолмен семіртіп алып, халал емес жолмен семіртсең, ақыреттегі күнәсі де ауыр болады. Сондықтан таза адал жолмен семіртіп, Құдайға шүкір, соның арқасында Алланың берекесі де болып жатыр. Жемге тойып алып жатыр бұлар, тұрмайды міне. Біз кішкене түсте кіріп, кішкене шырқын бұзып жатырмыз. Соған кішкене ренжіп, міне тұрғысы келмей жатыр. Мына қара бұқаныңды сандары шығып тұр. 3 айда керемет нәтиже. Қызыл қасқа гелипортпен жатыс қой деймін мұнау, е? Жоқ, қазақский ақбас деген. Қазақтың ақбасы ғой. Иә, қазақтың ақбасы. Ерасы мойнын көріңіздер. Кәдімдей желкесі үжірейіп тұр ғой. Не алатау. Бұнау ангус қой? Ангус бұл. Ангус. Ет бағытындағы тұқым. Ал қазақтың алатауы? Не алатау. Так, арғы жақта да алатау екен. Арғысы да. Тием деген жатыр. Бұда 1,5 жасар ғой? 1,5 жасар. Бұйырса 350-360 келе барады. Бүгін кетеді бұда. Бүгін кетеді ғой бұлда? Кетеді, е. Олар кейінірек кіргендер бұлар. Олар кейін кіргендер екен. 1,5 жасарлар. 1,5 жасарлар. Бұнау да кейін кір. Бұнан да кіргенін 2 ай болған. Әлі 1 ай бар екен. Налар да көш сондай. 2 ай болған. Налар да 2 ай болған. Тақта дайындалып тұрғандар ғой. Иә, болашақ. Мыналардың орнына кіретіндер ендігі. Подсос 1 жасарлар міне. 11 айлық бекен мыналар. Ау, боқта шығып тұр ғой. Мына екеуі де мына бұқалар шыққаннан кейін болашақта кіретін бұқалар міне. Подсостар. 1 жасарлар міне.
Сосын тағы аналар шыққаннан кейін орнына басқа жақтан да алып малдар кіргізіледі. Жыл 12 ай бордақымен айналысатын. Бұл жақта міне жем қораға былай өтіп кетесің, е? Иә. Жем қораға осыдан өтіп кетеді екен. Жем осы жерден міне жақын. Иә. Арпа, бидай, жүгері осы жерге араластыра саламыз. Жем қора. Иә. Осынан араластырып, шетінен апарып қоға бере береді. Скват не? Жемнің рационын айтып жіберсең, не бар, қандай жем қосып беріп жатсың? Арпа, жүгері, бидай, кебек төртеуін бірге бір араластырамыз. Бірге бір, бәрі 50%-дан араластырамын. Бір мешоктан қосамыз да араластыра саламыз, содан кейін бере береміз ғой шетіне. Мына жерден кіресін бере береміз. Жерге араластыра бересің дағы, күнделікті жемді күнделікті.